Ассалаумағалейкум көрермен, бұл Ермек Дайырбай арнасы. Қазір сіздердің назарларыңызға Ақтоғай арғымағы 2025 тұлпарлар тойының құнан бәйгесін ұсынамыз. Жалпы жүйрік баптау оңай емес, оның түрлі тәсілдері бар. Оның ішінде құнан баптаудың да сан қырлы ерекшеліктері жетерлік. Құнан жылқыны баптағанда өте ептілік қажет, өйткені бұл жастағы жылқының ішкі организмінің жетілуі мен физиологиялық дамуы күн сайын өзгеріп тұратындықтан, оның бәрін біліп ескермейінше баптау қиындыққа соғады. Құнанды жаратуға ұстағанда 15-20 күннен асырмаған жөн, терін ашық алған дұрыс. Қара жарысқа салғанда кіші және орта қашықтықты ғана жіберу қажет, дейді мамандар. Сіз қалай ойлайсыз? Біздің видеоның астына өз пікірлеріңізді жазып өтсеңіздер болады. Құландай жүйрік құнандар бәсекесінің алдында әдеттегіндей жарысқа жиналған жүйріктерді таныстырып өтсем деймін. Бірінші Гималай тау. Құнан шабандозы Рысбек Рашид, құнанның иесі Қамалбек Әл-Мақтум, бапкері Абдрахманов Бақыт. Келген жері Ақсуат ауданы, Көкжыра ауылы. Екінші Қыран Батырхан Саян шабандозы, құнанның иесі Қадыровтар әулеті, бапкері Бекбосын Ерасыл, Абай ауданы, Саржал ауылы. Үшінші Зымыран шабандоз Рысбек Олжас Дастанұлы, құнанның иесі Досаев Аян Мұратұлы, бапкері Досаев Аян Мұратұлы. Аягөз ауданы, Ақтоғай кенті. Байторы Нұрланұлы Нұрмұхамед шабандоз, құнанның иесі Нұрмұхаметов Нұрлан, бапкері Нұрланұлы Нұрмұхамед. Аягөз ауданы, Таңсық ауылы. Нұрғасқа шабандоз Аюпов Нұраділ, құнанның иесі Қоңыров Мерген, бапкері Аюпов Нұраділ. Аягөз ауданы, Таңсық ауылы. Онан кейінгі жүйрігіміз Наз Қоңыр шабандозы Нұржан Али, құнанның иесі Төлеген Абілмәліков, бапкері Бейсенұлы Төлеген. Аягөз ауданы, Ақтоғай кенті. Келесі Аягөз шабандозы Берікұлы Санжар, құнанның иесі Кеңесхан Мансұр Еркебланұлы, бапкері Арықбаев Берік. Аягөз ауданы, Қопа ауылы. Онан соңғы жүйрігіміз Ақтанау шабандозы Серікұлы Нұрасыл, құнанның иесі Байғалиұлы Жолшыбай, бапкері Ығышев Серік. Аягөз ауданы, Ақтоғай кенті. Онан кейінгі жүйрігіміз Желгүрең шабандозы Нұржанұлы Қуанышбек, құнанның иесі Қажықанов Газыбек, бапкері Ахметов Медет. Шығыс Қазақстан облысы, Шемонайха қаласынан келген. Жарысқа қатысып жатқан тағы бір жүйрік құнанымыз Таңшолпан шабандозы Жексенбай Әділжан, құнан иесі Аралбаев Саят, бапкері Аралбаев Саят. Үржар ауданы, Қарақол ауылы. Саржұлдыз келесі жүйрігіміз шабандоз Ұлас Қызырбекұлы, құнанның иесі Амантай Дүйсебайұлы, бапкері Нұржан Таңжарықұлы. Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал ауылынан келген. Онан соң Шымыр шабандозы Ахметжан, құнанның иесі Бекежанов Медет, бапкері Бағиұлы Ахметжан. Аягөз ауданы, Ақтоғай кенті. Келесі Алакөз шабандоз Нұрахмет Дархан,
Құнан иесі Нусипов Қадыр, бапкері Мұқанов Әділет, Жетісу облысы Сарқан ауданы Абай ауылы. Айтұяқ атты құнанның шабандозы Асқарлы Ердәулет, құнанның иесі Бекмұхаметов Төлеген, бапкері Бекмұхаметов Төлеген, Жарма ауданы Үшбиік ауылы. Қазына атты құнанның шабандозы Рымғажин Арсен, құнанның иесі Қоңыров Данияр, бапкері Аюпов Диас, Аягөз ауданы Таңсық ауылы. Еркежерін атты құнанның шабандозы Амангелді Абзал, құнанның иесі Қасеновтер әулеті, бапкері Мұқанов Архат, Ақсуат ауданы Екпін ауылы. Тағы бір жүйрік Бойтұмар, шабандоз Әміртай Аян, Жайлауов Нұрғали, жүйріктің иесі, бапкері де Жайлауов Нұрғали, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Тереңөзек ауылы. Адырна атты жүйрікке шабатын Сұлтан Төрехан, иесі Бошаев Айбол, бапкері Ділдебаев Біржан, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы. Қараторғайдың шабандозы Алданұлы Досымжан, иесі Балтабаев Болат, бапкері Нұрманбетов Рауан, Жетісу облысы Ескелді ауданы Қаратал ауылы. Арлан атты жүйріктің шабандозы Орынбасар Нұрым, иесі Досаев Айбек, бапкері Рахимов Жарқын, Жетісу облысы Ақсу ауданы Еңбек ауылы. Келесі жүйрік Гүлмарал, шабандоз Биахметов Тілек, иесі Тоқтар Серік, бапкер Құрманов Мәлік, Аягөз ауданы Айғыз ауылы, Көксаладан келген. Келесі жүйрік Мәртебе, шабандозы Депқазы Жігер, иесі Кенжеханов Мақсат, бапкері де Кенжеханов Мақсат, Ақсуат ауданы Көкжыра ауылы. Келесі тұлпарымыз Құлпынай, шабандоз Жартыбай Ислам Жандосұлы, иесі Үмбетов Ғабит, бапкері Бақытжан, Алматы облысы Жамбыл ауданы Аққайнар ауылынан келген. Самалтау атты жүйріктің шабандозы Марден Жанболат, иесі Өркенбай Хуанбай, бапкері Хуанбай Серік, Қарағанды облысы Аскаров ауданы. Келесі жүйрігіміз Асылтас, шабандоз Нұрали Айтқабыл, иесі Алдабергенов Берік, бапкер Алимжанов Асхат, Жетісу облысы Ақсу ауданы Қапал Арасан ауылы. Бәсекеге түсетін Лашын атты жүйріктің шабандозы Дінмұхамед Айбек, иесі Мамырбаев Советхан, бапкері Бершинбеков Қырықбаев деген азаматтар. Келген жері Жетісу облысы Сарқан қаласы. Лашын атты жүйріктің шабандозы Жалғаспай Ақжүрек, құнанның иесі Рахымберді, бапкері Жалықбай Дарын, Шымкент қаласынан келген. Нұрер деген жүйріктің шабандозы Серік Заңғар, иесі Қалекперов Ерік, бапкері Нұрбосын, Алакөл ауданы Қабанбай ауылы. Джокер атты құнанның иесі Байсұлтан Манас, бапкері Бүркітбек Бақтәлі, Жетісу облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы. Ботагөз атты жүйріктің шабандозы Әскер Сұлтан, иесі Тұрысбеков Қайрат, бапкері Тұрысбеков Қайрат, Жетісу облысы Сарқан ауданы Бақалы ауылы. Шахризат атты жүйріктің шабандозы Асхатұлы Жақсылық, иесі Күсебаев Әміржан, бапкері Байжұман Мейрам, Жетісу облысы Сарқан ауданы Бақалы ауылы.
Қарагөз атты жүйріктің шабандозы Ерболов Нұрсәулет, иесі Азамат Төлеужан, бапкері Қаратаев Төлеген, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы. Сәт атты жүйріктің шабандозы Жан, құнанның иесі Туматаев Сәкен, бапкері Құралбаев Бақтияр, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Кенен ауылынан келген. Келесі жүйрік Әсемай, шабандоз Салық Оразәлі, құнанның иесі Мұқышев Самат, бапкері Мұқышев Самат, Үржар ауданы, Қарақол ауылынан келген. Онан кейінгі жүйрігіміз Қыз торы, Үшаралдан келген, иесі Айдар, шабандозы Мағжан. Енді жарысты тамашалайық. Құнандар бәсекесі басталды. Шашасына шаң жұқпаған жүйріктер жарыс жолына шықты. Құмды желге қарсы құстай ұшқан құнандардың бәйгесін көріп отырсыздар. Жаңа таныстырып өттім оның ішінде. Келешегінен көп үміт күттірген жүйріктер жетерлік. Санаулы минуттардан кейін кіл жүйріктің ішінде кім жүйрік екен анықталады. Ботагөз жүйрік пе, Құлпынай ма, оны өздеріңіз көресіздер. 35 құнан бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға шығады. Міне көрермендердің де алдына келіп қалды. Көстеулерін қараңыздаршы, керемет емес пе? Ен дала төсіндегі ерекше көрініс дала театры деп атауға болатын керемет бұл қазақ бәйгесі.
Töрешler қарап шығарып тастаңыздар. Қазір шатасып кетіп жүрміз. Бірақ ората қоймайтын сияқты көреміз. Мақсат қарап отыр, молодец. Шығып кетсеңіздер де болады, ана құнандарға бөгет жасамаңыздар. Міне құнанның алды келе жатыр. Осы екеу, жоқ осы екеу. Ақ шалбардағы. Ақ шалбардағы бірінші келе жатыр міне. Айда! Үшінші. Төртінші Қарагер Кер. Бесінші мынау алаяқ торығына міне. Осы неше номері? Бесінші. Осымен аяқталды міне. Бесінші болды ана алаяқ, екі аяқ алаяқ торы. Құнанды аяқтадық. 5 құнанның тізімі келіп жатыр. Протоколменен хабарлаймыз қазір. Аттарыңыздың бәйгесі құтты болсын. Сапарларыңыз оңынан болсын. Рахмет Мәке бауырым, Мақсат бауырым. Қане. Айтып отыр. Бірінші. Жайлауов Нұрғали, құтты болсын. Бірінші келді Бойтұмар. Geldi ikinci. Ғабит Үмбетов бауырымыз бәйге құтты болсын. Гималай үшінші келді. О, Батырхан аға. Батырхан бауырым ат бәйгілі болсын, бәйге құтты болсын. Ақсуат ауданы Көкжыр ауылының бәйгесі Құнандан үшінші келген. Төртінші Ботагөз көк нөмірлі. Жетісу облысы хабарлаймыз.